ChatGPT мықты мүмкіндіктері оны мұғалім ретінде де пайдалануға болады. Сәлем ChatGPT, сен менің жапон тілінен мұғалімімсің. Иә, әрине, мен сіздің жапон тілі мұғаліміңізбін. Бастауға дайынсыз ба? Иә. Тамаша. Ең алдымен амандасудан бастайық. Жапон тілінде сәлем, конничива деп айтылады. Бұл конничива деп оқиды. Қайталап көріңізші. Конничива. Конничива. Тамаша. Конничива өте жақсы айттыңыз. Енді сіз жапон тілінде амандаса аласыз. Маған жапон тілінен мына зат қанша тұрады дегенді үйретті. Жапон тілінде мына зат қанша тұрады деп сұрау үшін Корева икра деска деп айтасыз. Оны